Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен аджика қосылған нан дайындайтын боламыз. Алдымен қамыр дайындаламыз. Жылы үстімізге бөлме температурасында еріп тұрған осындай сары майымызды салып, тұз, қант, ашытқы және бір жұмыртқамызды жарып салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін неліктен өткізілген ұнымызды қоспамызға салып, жақсылап әп-әдемі жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай әп-әдемі болып иленіп шығады. Осы қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа немесе уақытыңыз көп болсадан да көп ұстауға болады. Көтерілгенше ұстаймыз. Мінекей әп-әдемі болып көтерілгеннен кейін қамырымызды илеп екіге бөліп аламыз. Ал енді бірінші қамырымызбен жұмысымызды бастайық. Оқтаумен жақсылап қалыңдығы 1 немесе 2 см болатындай етіп, домалақ қылып жайып шығамыз. Негізі әртүрлі формада нанымызды жасай берсек болады. Мен сіздерге бір түрін бүгін көрсетейін. Аджикамызды алып, кішкене ғана сұйық май қосып, оны араластырып жақсылап нанымыздың қамырымыздың бетіне жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Көп жақпаңыздар. Шеттеріне жақпаңыздар. Енді осылай қамырымызды руландап орап, шеттерін жабыстырып, пышақтың көмегімен ортасынан ұзынша етіп екіге бөліп шығамыз. Бір басын қалдырамыз. Енді осы екі бөлігін өрім сияқты етіп өріп, әдемі формаға келтіреміз. Дайын болған нанымызды пергамент төселген противеннің үстіне қойып, әдемілік үшін бетіне жұмыртқаны жағып, ақ және қара күншітпен әрлеуге болады. Дәл осылай екінші нанымызды да жасап шығамыз. Енді осы көз тартарлық нанымыздың бетін целлофанмен жауып, бетіне мата жауып, кеуіп қалмас үшін жарты сағатқа тағы да көтерілуге қойып қоямыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің нандарымыз ып-ыстық болып пештен шықты. Өзі сондай қып-қызыл әп-әдемі табиғат ашарлық болып тұр. Енді тұр айтып тұрған шығар менің кухнямда қандай әдемі иіс шығып жатқанын. Кәнекей енді бірге кесіп көрейік. Сырты қытырлақ, іші осындай мамық, үлпілдек, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Назгүл. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, жаңа видеолар күтіңіздер.